Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздермен бірге ең керемет шоколадты меренге рулет жасайтын боламыз. Ауызда ерейтін ең дәмді рулет. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар, және де қоңыраушаны басып қойсаңыз, алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмасы үшін. Ал ендігі біз бастаймыз. Алдымен біз осындай құрғақ ыдысымызға ақуызымыз салып аламыз. Міндетті түрде ыдысымыз құрғақ болу қажет, және де беншігімізде құп-құрғақ болу қажет. Ендігі осы қантымызды 2-3 бөліп аз-аздан салып отырамыз. Миксеріміздің жай жылдамдықтан бастап және жоғарғы жылдамдыққа дейін көтеріп отырамыз. Ендігі бұл меренкені ұзақ миксерлейтін боламыз. Енді әркімнің өзінің миксері әртүрлі, соған қарай миксерлейміз. Біздің меренгіміз өз-өзін ұстаған айтша дейін. Міне біздің меренгіміз өз-өзін ұстап, өте керемет болып көтерілді. Міне біздің осы венчтен түспейтін, өте жақсы ұстайтын меренгіміз дайын болды. Ендігі осы меренгіміздің үстіне қант ұнтағын міндетті түрде еліктен өткізіп салатын боламыз. Қазір біз араластырғанда, венчикпен араластырғанда бізде дұрыс барлығы толық араласу керек. Какао ұнтағында міндетті түрде еліктен өткізіп алатын боламыз. Енді барлығын толық бір-бірімен бір келкі массы болғанша осылай астынан үстіне дейін осылай араластырып отырамыз. Ендігі біз мұнда грецкий орех қосатын боламын. Енді қалауыңызша қоспасаңыздар да болады, қаласаңыздар қоссаңыздар болады. Ендігі мен үстіне бір шай қасық уксус қосып жіберемін. Міндетті түрде 6% яблочный уксус қосатын боламын. Осының барлығын жақсылап араластырып бір келкі масса қылып алдым. Енді осыны осылай пергаментіне салып барлығын толық жайып аламыз бір келкі қылып. Міндетті түрде жақсы Поклон фирмасының пергаментінің болмағын қолданыңыз, сонда сіздің осы меренгіңіз жабыспай шығатын болады. Мына осы меренгімізді енді 160 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мына біздің меренге осылай әдемі болып пісіп жатыр. Біздің меренгіміз піскенше енді біз кремін дайындап аламыз. Мұнда менде творожный сыр, сливки еді, қант ұнтағын салып барлығын миксерлеп аламыз толықтай. Өз-өзін ұстағанша дейін. Мына осындай креміміз дайын болды. Ендігі осы пісіп шыққан рулетімізді келесі пергаментіне болмаға айналдырып екінші жағына аударып алатын боламыз. Мына біздің меренгіміз толық пісіп шықты. Осылай жақсы пергаментіне болмамыз болса, осылай бізде жеңіл алынады, жабыспай жақсы болып пісіп шығады. Осылай барлығын алып аламыз. Мына енді біздің кремімізді, дайындап қойған кремімізді осылай рулетімізге салып, толық жағып шығамыз. Қаласаңыздар, әрлеуге қалған кремді алып қалсаңыздар болады, әрлемесеңіздер де болады. Және қалауыңызша ішіне осындай әртүрлі жеміс-жидек салсаңыздар да болады. Мен осылай варенье қолдандым. Өзіңіздің барлығында өзіңіздің қалауыңызбен салмасаңыздар да болады. Ендігі осылай барлығын жақсылап қысыңқырап орап шығатын боламыз. Барлығы сынып жатыр деп уайымдамаңыздар. Оның структурасы сондай, өзі сынғыш болып келеді. Осылай жақсылап барлығын толықтай қысып орап шығамыз. Және де осы рулетімізді холодильникке бір 2-3 сағатқа салып аламыз. Бойына крем сіңгенше дейін. 2-3 сағатта креміміз толық сынып, керемет рулетіміз жұп-жұмсақ болып шығады. Мана мен 2 сағатта холодильникте тұрды. Енді осы рулетімізді әрлейтін боламыз. Мен осылай ортасынан бөлдім. Өте жұп-жұмсақ, кескенде уже бір-біріне сініп, өте керемет болып тұр рулет. Міне ішкі дүниесі осындай өте әдемі. Осылай 2 бөлікке бөліп алдық рулетімізді.
ендігі осы алып қалған бана креммен қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Гүл қылып өріп өзіңіздің қалауыңызбен осылай әдемілеп әрлейміз. Қаласаңыздар түрлі жеміс жидектермен әрлесеңіздер болады, қаласаңыздар осылай креммен де қалдырсаңыздар болады. Өте әдемі, өте дәмді, дәмі балмұздақ тәріздесі, өте керемет. Міндетті жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Отбасыларыңызда келген қонақтарыңызды қуантыңыздар. Және де осы роликтің описаниесінің толық нұсқасын осы видеоның астында қалдыратын боламын. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Рима, баршаңызға да көп рахмет. Келесі видеода кездескенше, баршаңызға да ас болсын.